Сіздермен бірге Сарыбай Перизат. Бүгін сіздермен бірге OpenGL ішіндегі RGB түстік моделі және оның сипатталуы туралы айтатын боламыз. Сонымен қатар растрлық графиканың басқа түстік модельдерден айырмашылығы туралы айтатын боламыз. Ең алдымен біз RGB түстік модель дегеніміз не деген сұраққа жауап бере кетейік. Түстік модельдер компьютер бейнелеуді өңдеу үшін олар сандық түрде көрсетілуі керек. Яғни кодталған болуы тиісті. Суретті кодтау үшін оны пиксель деп аталатын кішкентай бір текті бөліктерге бөледі. Суреттердегі барлық түстер нөмірленеді. Және әрбір бөлік үшін оның нөмірі көрсетіледі. Осындай тәсілмен кодталған суреттер растрлық бейнелер деп аталынады. Ақ қара түсті әрбір пиксельді көрсету үшін бір бит жеткілікті. Түсті суреттерді бейнелеу үшін түстер саны 2n дәрежесі болады. Мұндағы n пиксельді түсі туралы ақпарат сақтайтын биттер саны 8 биттік бейнеде 256 түс бар, ал 24 биттік бейнеде 16 миллионнан астам түстерді көрсетуге болады. Біз жоғарыда айтып өткенде растрлық бейненің әрбір нүктесі түс туралы ақпаратты сақтайды. Бұған алдағы уақытта көз жеткіземіз. Сонымен қатар векторлы объектте оның контуры және боялған аймақтың түсі туралы ақпарат сақталады. Түстің тереңдігіне байланысты бұл ақпарат 1 және 32 биттен тұрады. Миллионнан астам түсті бейнелеу кодтау үшін түстерді нөмірлеу қолайсыз болады біз үшін. Сондықтан да түсті бейнелерді бейнелеу үшін кез келген түсті бірыңғай анықтау үшін түсті көрсетудің бірнеше көрсету модельдері бар. Физика курсынан күн сәулесінің әртүрлі түстерге бөлінуін болатын білеміз. Сонымен қатар әр түсті сәулелі керекті қатынасты жинап, ақ түсті алуға болады. Сол сияқты қатынастарды кішкене өзгертіп, кез келген түсті алуға болады. Теледидар және монитор көк, қызыл, жасыл түс шығарады. Міне көріп отырғаныңыздар, қызыл, жасыл, көк. Осылардың қосындысынан басқа да түстерді, сары, ақ, фиолетовый түстерді шығарады. Осы үш түсті араластырып, көптеген түстер алуға болады. Сіздерге қазір көрсетіп отырған бұл RGB моделі. Сонымен қатар біздегі R дегеніміз ол red қызыл, G дегеніміз ол бізде green жасыл, және бізде B дегеніміз ол blue, бізде ол көк деген мағынаны білдіреді. Бұл модельдерді кез келген түс құрамын сипаттайтын 3 санмен белгілейміз. Көріп отырғандарыңыздай, мысалы 1 деп белгілейтін болса, бізде қызыл түстің номері 1000 болады. Ал бізде жасыл түстің номері бізде болады. Қазір сіздерге айтамын. 010. Ал бізде көк түстің номері болады 001. Көріп отырғандарыңыздай. Бұл модельдерде кез келген түс құрамын сипаттайтын 3 санмен беріледі. Бұл жердегі түс тереңдігі 24 бит. Компьютерлік құрылғылардың көбісі осы модельді қолданады. Осы 3 түсті алғашқы түстер деп атайды, негізгі бірінші ретті түстер деп атайды әсіресе. Оларды жұптап араластырсақ, көгілдір, cyan, magenta, yellow деген екінші ретті түстер пайда болады. Бірақ кейде екінші ретті және бірінші ретті түстер базалық түстерді құрайды. Бірақ кейде RGB моделінде кейбір түстерді алуға болмайды. Бейнені принтерден шығарғанда қағазға тек белгілі бір түсті көрсететін түсті бояу жағылады. Барлық қалған түстер сынып кетеді, белгілі бір нақты түс шығады. Ендеше RGB моделінің баста айтып өткенде растрлықтан айырмашылығы 3 түсті араластырып көптеген түстер алуға болады. Міне көріп отырғандарыңыздай. Қазір сіздерге Visual Studio практика жүзінде көрсетемін. Қалай өзгертетінін.
міне түстерді бұл бізде экранның түсін gel clear color бізде экранның түсін өзгертеді. Көріп отырғандарыңыздай 1 деген бізде ақ түсті береді. Ал бізде қазір көрсетем сіздерге, мысалы ақ түс беріп тұрған көретін боласыздар. Міне, біздің экранымыз ақ түс, ал денеміз көк түсті болып тұр. Енді осы экранның түсін ауыстырсақ болады. Ол үшін біз қараға ауыстыру үшін 0, 0, 0. Біздің түсіміз қазір экранның түсі қараға ауысады. Қазір компилятор жүріп жатыр. Міне, көріп отырғандарыңыздай, экранның түсі қара түске боялды. Енді кезекте сіздерге мына үш бұрышты түсін ауыстыруды көрсетемін. Ең алдымен ол үшін ауыстыру үшін G color 3F өзгертеміз. Бізде көк түс ол 0, 0, 1. Ал енді біз қызыл түске ауыстыру үшін ол бізде бағана айтып өткендей 1, 0, 0. Компилятор жүріп жатыр. Қазір көресіздер, қызыл түске ауысты. Мұны көріп отырғандарыңыздай. Дененің түсі, үшбұрыштың түсі қызыл түсте. Міне, қызыл түсте көріп отырғандарыңыздай. Енді біз жасыл түске ауыстырып көрейік. Ол бізде бағана айтып өткендей 0, 1, 0. Міне, біздің түсіміз жасыл түске ауысты. Бұдан да басқа түстерге ауыстыруға болады, әрине, өз қалауларыңызша. Сонымен қатар айтып отқанымдай, қызыл, жасыл, көк түстерді қосып, көптеген бірінші ретті түстерді алуға болады. Одан кейін екінші ретті, одан кейін кете береді. Сонымен қатар бағана экранның түсінде өзгертуді көрсеттім. Бұдан да басқа түстік модельдер бар, бірақ біз компьютерлік графикада RGB түстік моделін қолданамыз. Сіздермен қауышқаныма өте қуаныштымын. Келесі сабақта көріскенше.